Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге күріш басып көрсетемін. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бірге жасайық. Өте дәмді, керемет күріш басып көрсетемін. Етті алдын ала турап алдым. Етті жақсылап 3 мәрте жуып, қызып тұрған қазанға майды құйып аламын. Қызған майға үстіне жуылған еттерді салып, үстіне бір ас қасық тұз салып қуырып аламын. Ет қуырылып жатыр. Қасықпен араластырып қуырамын. Екі дана пиязды турап, қуырылған еттің үстіне салуға дайындап қоямын, және сәбізді де турап қоямын алдын ала. Етім қуырылған уақытта үстіне пиязды салып, бірге тағы да қуырып аламын. Пияз бен ет қуырылғаннан кейін үстіне аздаған су құйып, қайнатып, суы таусылғанша қайтадан бірнеше рет су құйып, етті әбден қуырып алуымыз керек жұмсарғанша. Одан кейін күрішті ыдысқа салып, 5-6 рет жуып, суы мөлдір болам дегенше жуып, қайта-қайта су құйып жібітіп қоямын. Етіміз мінекей пісті. Оның үстіне туралған сәбіздерді салып жатырмын. Үстіне азғантай су құямын. Сәбіз пісті деген уақытта үстіне жібіген күрішті саламын. Үстіне жарты ас қасық тұз салып, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып шығамын. Су күрішті батырып тұру қажет. Осылайша суда баяу отта піседі. 2-3 минуттан соң күрішті астын үстіне қаратып, қасықпен осылай аударып тұрамыз. 2-3 мәрте аударып тұрамыз. Арасына 3-4 минут салып, тағы да қасықпен күрішті астын үстіне аударып тұрамыз. Күріш өзінің буына баяу отта піседі. Әр жердің күріш басу тәсілі әртүрлі. Бізде осылай жасалынады. Кезең-кезегімен ет, сәбіз, күріш барлығы осылай араласпай піседі. Тәрелкеге салар алдында да ең алдымен күрішті салып аламын. Тамақ дайын болды. Барлығын рет-ретімен салып, күріштің бетіне сәбіз бен етті салып жатырмын. Бүгінгі видеода өте аз мөлшерде жасадым. Сіздер отбасыларыңыз мүшелеріне байланысты көбейтіп осылай жасасаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің видеом ұнаса, лайк басып комментарий жазуды
ұмытпаңыздар.